Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар қауымы. Біз шабыт рухани тағылымдық бағдарламасының кезекті дәрісінде сіздерге қош келдіңіздер деп айтамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Лев Гумилев «Тағылымға толы тағдыр» атты кезекті интерактивті дәрісіміз. Әлемдік деңгейдегі тарихшы, тарих және география ғылымдарының докторы, ақын, аудармашы Лев Гумилевтің өмірі мен шығармашылығына арналады. Олай болса, кезекті Лев Гумилевтің өміріне, шығармашылығына қатысты бейнероликке берейік. Лев Николаевич Гумилев 20 ғасырдың көрнекті еуразияшыл ғалымы, тарихшы, этнолог, тарих және география ғылымдарының докторы, ақын, парсы тілінен аудармашы, этногенез пассионарлық теориясының авторы. Гумилевтің қазақ этносының қалыптасуына қатысты жазған ғылыми зерттеулерінің бірі ретінде «Происхождение казахского этноса» атты еңбегін атауға болады. Ғалым қазақ этносының шығу тарихын алдыңғы түркі халықтарының этникалық тарихымен, көне түріктермен, атап айтқанда ғұндар және түрік қағанатымен байланыстыра зерттейді. 13 ғасырдағы Шыңғысхан шапқыншылығы тұсындағы Қазақстан тарихын егжей-тегжейлі зерттейді. Ол осы кезеңдегі Қазақстан территориясына келген тайпалар туралы мағлұмат береді. Шыңғысхан мен Шығыс Сібірден келген қоңыраттар, арғын, найман және шығыс қыпшақтармен бірге төрттік одақ, орта жүзді құрды деп жазады. Гумилев қазақ жүздері тайпалық одақтар ретінде алғашқы жүз, ұлы жүз, Жоңғарияда, орта жүз, шығыс Қазақстанда, ал Қазақстанның батысында кіші жүз құрылғандығын жаза келе, соңғы жүз құрамында ең көп рулар болғандығын айтады. Лев Гумилев жаңа этнос ландшафттар түйісінде туындайды деп тұжырымдады. Қазақ этносы далалы, жазықты және таулы ландшафттар түйісінде пайда болды деп көрсетті. Алтай, Тарбағатай, Тянь-Шань іргелес жазықтармен үйлесуінен түрлі ландшафт қазақ этносы туындаған орын болды, және осы жерден Еуразияның ұлан-ғайыр даласына, жайыққа дейін кеңейтілді. Лев Гумилев қазақтардың шығу тарихы турасында қазақтар этнос ретінде өте әдемі, табиғи бай және жайлы елден шыққан деп жазады. Гумилев қазақтың үш жүзі туралы өзара саяси және мәдени байланыстармен бірікті. Бұл далада көшпенділердің бейбіт өмір сүру үшін барынша қолайлы түрі болды деп атап көрсетті. Ғалым қазақтар 18-19 ғасырларда Ресей бодандығында болғандығымен, ал 20 ғасырда жағдай өзгергендігімен аяқтайды. Әрі бұл жағдайдың қалай өзгергендігін барлығы менсіз де біледі деп ой түйіндейді. 1996 жылы Елордадағы жоғарғы оқу орындарының бірі Еуразия ұлттық университеті Гумилевтің есімімен аталуы жалпы Еуразиялық кеңістіктегі зерттеушінің ғылымдағы орнын нықтай түсті. 2002 жылы университет қабырғасында Лев Николаевич Гумилевтің музейі ашылды. Өздеріңіз тамашалаған бейнероликте атақты ғалымның өмір жолына байланысты және оның қазақ тарихына, қазақ этносының шығу тарихына қатысты қандай еңбектері бар екен қысқаша шолып өткен әңгімені тыңдадыңыздар. Енді атақты тарихшының өміріне және шығармашылығына қатысты өздеріңізге бір сұрақ жолдасақ деп отырмыз. Қазір экраннан сұрақтар көрінеді. Сұраққа 3 жолмен жауап бере аласыздар. Бірінші, экранда көріп отырған QR код арқылы жауап беруге болады. Екінші, чатқа қазір біздің мамандар сілтеме жіберді. Сол сілтемеге кіріп жауап берсеңіздер болады. Үшінші, menti.com сайтына кіріп 13 53 60 64 деген кодты теру арқылы кіріп жауап берсеңіздер болады. Белсені ат салсыңыздар, өздеріңіздің жалпы түркі тарихы, қазақ тарихына қатысты ғалымның еңбегінен, шығармашылығына қаншалықты хабардар екендерін сынап көрсеңіздер болады. Олай болса, бірінші сұраққа кезек берейік. Бірінші сұрақ міне экранға берілді. Берілген нұсқалардың ішінен Лев Гумилевтің еңбегін белгілеңіз деген сұрақ. Ғұндар, тарихи рашиди және көшпенділер деген нұсқалар берілген. Осылардың қайсысы Лев Гумилевтің қаламынан туған туынды?
бәрекелді. Ғұндар деген жауапты белгіледі. Қатысушылар, дұрыс жауапты осы ғұндар деген. Лев Гумилев көне түркілердің, ғұндардың тарихына қатысты өте қомақты көлем зерттеулер жасаған белгілі. Олай болса, екінші сұраққа назар аударыңыздар. Лев Гумилев өзінің алғашқы диссертациясын қай жерде жазды деген сұрақ. Академияда, кітапханада және түрмеде деген нұсқалары бар. Өзінің кандидаттық диссертациясын қай жерде жазды? Бұл жерде сауалнамаға қатысушылар бір тобы академияда, кейбіреулер кітапханада деген екен. Негізі диссертациясын ғалым түрмеде отырып жазып шықты. Қажетті кітаптарды сырттан анасы Анна Ахматова және ұстаздар жіберіп отырды. Одан бөлек сол түрме кітапханасын молынан пайдаланған. Енді олай болса, соңғы үшінші сұрақ. Гумилевтің ғылыми тұжырымдамасын белгілеңіз. Берілген нұсқалардың қайсысы Лев Гумилевтің тұжырымдамасы болып есептеледі? Өз нұсқаларыңызды белгілеп көріңіздер. Берілген нұсқалардың қайсысы ғалымның тұжырымдамасы болып есептеледі? Бұл жерде де қатысушылардың пікір бөлінген екен, бірақ дұрыс жауап пассионарлық. Пассионарлық теориясын ғалым кәдімгі тарих ғылымдағы үлкен бір теориялардың бір ретінде ұсынды және соны ғылыми негізде дәлелдеді. Сондықтан дұрыс жауап пассионарлық деген. Құрметті әріптестер, біздің жолдаған сауалнамаға, сұрақтарға оң қатып жауап бергендеріңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Олай болса, біз бүгінгі дәрісімізге көшейік. Лев Гумилевқа біз кездейсоқ тоқталып отырған жоқпыз. Гумилев тек қана қазақтың жеріне, қазақтың тарихына емес, жалпы Евразия кеңістігіндегі көшпенділердің тарихына тікелей қатысы бар. Және сол тарих зерттеуге бүкіл өмірін арнаған ғалымдардың бірі және бірегей деп айтсақ қателеспейміз. Енді бүгінгі бізге берілген уақыттың ішінде әлемдік деңгейдегі ғалымның бүкіл ғылыми мұраларын зерттеп, зерделеп, анализ жасап беру мүмкін емес. Бірақ дегенмен уақыттың берген мүмкіндігіне қарап, біз ғалымның жүріп өткен жолын ғылымда қалдырған ізіне шамамыз келгенше өзіміздің ой көзімен қарап көруге талпынамыз. Ғалым 1912 жылы 1 қазанда Петербург губерниясында Ресейде дүниеге келді. Және 1992 жылы 15 маусымда сол Санкт-Петербург қаласында өмірден өтті. Енді Лев Гумилевтің өмірінде ерекше мән беретін тұс, әкесі де, анасы да атақты ақындар болды. Ресей, тек қана Ресей әдебиеті емес, әлем әдебиетінде өзіндік өрнегі бар. Анна Ахматова болса анасы, әкесі Николай Гумилев. Енді әкесі Николай Гумилевтің шығармашылығы туралы әдебиет зерттеушілер айтады. Николай Гумилев орыс әдебиетіне бұрын соңды болмаған экзотиканы алып келді. Николай Гумилев өзінің өмірінің көп бөлігін Африканың елдеріне саяхаттаумен, сапарлаумен өткізді. Сол әсерлерді ол тек қана өзінің жүрегінде сақтаған жоқ, орыс поэзиясына өлең түрінде, эссе шығармашылық түрінде әкеп қосқан авторлардың бірі. Ал Анна Ахматова болса, 20 ғасырдағы жалпы әлем әдебиетіндегі өте ірі ақындардың бірі болып есептеледі. Мына өздеріңіз көріп отқан сурет 1916 жылғы фото. Бұл жерде Лев Гумилев өзінің әкесі мен анасының ортасында отыр. Енді Лев Гумилевтің ғылымдағы жолына келетін болсақ, 20 ғасырдың көрнекті ғалымы, тарихшы, этнолог және жалпы ғылым тарихында сирек кездесетін бір құбылыстардың бірі. Лев Гумилев алғашында тарих ғылым доктор деген докторлық диссертациясын абыроймен қорғап шықса, арада 2 жыл өткен кезде география ғылымдарының докторы деген атаққа қол жеткізді. Бірақ осы екінші ғылыми қорғауына байланысты біраз кедергілер бар, бірақ дегенмен диссертацияны жазғаны және оны қорғағаны тарихи шындық. Ғылымнан бөлек, енді екі ақынның отбасында дүниеге келгендіктен Лев Гумилев бірнеше өмірінің шығармашылық жолының алғашқы кезеңдерінде өлең жазды. Өте қарымды қаламгер ретінде көзге түсті. Одан кейін парсы әдебиетінен парсы тіліндегі өлеңдерді аударды. Оған себеп болған мына өмірінде
20-дан астам өте ірі экспедициялық маусымдарға қатысқан. Соның біреу Тәжікстанда өткен ең ұзақ экспедициясы. Осы сапарында ақын тәжік тілін меңгеріп алған. Сол тәжіктер арқылы кейін парсы тілін меңгеріп, сол үйрену, сол дағдысы кейін әлем әдебиетінен керемет аудармаларды жасауға себеп болды. Одан кейін тарихшының өміріндегі ерекше бір тоқталатын тұс ол этногенез және пассионарлық теориясының авторы. Бұл теорияларға біз қазір дәрістің алдағы дәріс барысында тоқталып өтеміз, және біз тарихшының қаламынан жазылған ғылыми еңбектерінде Евразия кеңістігін жайлаған көшпенділер тарих туралы, соның ішінде көне түркілердің тарих туралы және қазақ этносы туралы бізге қажетті, бізге байланысты өте құнды деректер бар екендігін айтып өтсек артық болмайтын шығар. Енді келесі әңгіме соқтықпалы соқпақсыз өмір жолы деп атап отырмыз. Бұл жерде біз Лев Гумилевтің өмір жолына қысқаша негізгі даталарына тоқталып өтсек дейміз. Лев Гумилевтің ғылымдағы жолы да және өмір жолы өте ауыр және күрделі тұлғалардың бірі. Соған бір дәлел ретінде 4 рет тұтқындалғанын айтсақ та жеткілікті шығар. Ең алғаш рет 1930 және 40 жылдары өлең және прозалық шығармалар жаза бастады. Кейінірек парсы тілінен өлеңдер аударды. Осы жерде Лев Гумилевтің өмір жолын саралап қарап отырған кезде оның поэзиядан жырақтауына өмір жолы себеп болғанына көз жеткіземіз. Өзінің бір естелігінде айтады: мен мына өлеңдегі қайғы, мұң, лирикадан саналы түрде алыстадым және одан жирендім, өйткені өзімнің өмірімдегі қайғы, мұң, трагедия жеткілікті болды деп еске алады. Яғни шын мәнінде егер өмір жолы басқаша өрбіген кезде Лев Гумилевтан өте үлкен ақын шығуы әбден мүмкін еді. Бірақ бұл өлең жазуын автор кейінгі жылдарда тоқтатпаған, бірақ негізгі шығармашылық бағыты тарих ғылымына арналған. 1931 жылдан бастап геологиялық және археологиялық экспедициялар қатысқан. Соның ішінде 1967 жылға шейін ғалым 21 экспедициялық маусымға қатысқан. Тарихшы өзінің естелігінде айтады: мен географияны білмейтін тарихшыларды мойындамаймын дейді. Және тарих пен география расында да тарихшының қос қанаты сияқты, өмір бойы оның өмірлік жолдарында онымен бірге жолдас болды. Жаңа басында айтып өттік қой, сол екі ғылым саласы бойынша да бұл кісі докторлық диссертация жазып қорғаған сирек кездесетін ғалымдардың бірі. Мынау жаңағы 21 экспедициялық маусымға қатысты деген кезде Лев Гумилев өзінің өмірбаянында бүкіл қатысқан экспедицияларын айтып өтпеген, ең негізгілеріне тоқталған. Ал шын мәнінде қатысқан экспедициялардың саны бұдан әлдеқайда көп. 1934 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің тарих факультетіне оқуға қабылданады. 1933 жылы бірінші рет тұтқындалып, 9 күннен кейін ешқандай кінәсі болмағандықтан қайтадан босатылады. Бірақ 1935 жылы жаңа университет қабырғасында жүрген кезде қайтадан екінші рет тұтқындалады. Бірақ осы жерде сол кездегі Ресейдің әдебиет және мәдениет ғылымдағы тұлғаларының ара түсуіне байланысты бостандыққа шығып, қайтадан университетке қабылданады. 1938 жылы үшінші рет қамалды, бірақ бұл кезде автор ғалым 5 жылға қамалды, 5 жыл түрменің азабын татады. Енді байқап отырсыздар, 3 рет қамалу бұл автордың өмір жолындағы өте бір қасіретті іздердің бірі. Бірақ осы жерде бізге керек жері, осы түрмеде жатқан кезінде де бұл кісі ізденісін, ғылымға деген құмарлығын тоқтатпаған. Түрменің кітапханасында жұмыс жасаған, кітаптар тасып жаңағы тұтқындарға кітап үлестірумен айналысқан. Бірақ соның арасында кітапханадағы мен бүкіл кітаптарды оқып шықтым, көпшілігін жаттап алдым деп айтады. Көпшілігін жаттап алдым дейді. Және де осы жерде ұстаздардың және анасы Анна Ахматованың өте үлкен әсер болған айта кетейік. Сол өзіне қажетті кітаптарды айтып отырған Анна Ахматова және ұстаздары сол кітаптарды жаңағы сыртта бостандықта жүріп ғалымға жолдап отырған. Соғыстан кейін үзіліп қалған 1944 жылы Лев Гумилев өзінің өтініші бойынша және өзінің қайта-қайта жаңағы әскери комиссариатқа барып өзінің өтініші айту бойынша соғысқа қатысады. Қызыл әскердің құрамында Берлин операциясына қатысқан. Енді осы соғыстағы өмір жолына қатысты
қарулас достарының естеліктеріне шолып қарайтын болсақ, оның жаңағы қорықпайтын қайсар мінезін еске алады. Бірақ жаңағы награда беру, атаққа іліну кезінде шеттетілгендігін тілге тиек етеді. Неге? Өйткені аристократ отбасынан шыққан, әкесі жаңағы Николай Гумилев, анасы Анна Ахматова деген есімдер бұл кісінің лайықты өзінің жаңағы марапаттарын, атақтарын алуға тікелей кедергі келтіріп отырған байқауға болады өмір жолын қараған кезде. 1948 жылы мына соғыс біткеннен кейін 3 жылдан кейін тарих ғылымының кандидаттығын қорғап шығады. Енді жаңа біз айтқан осы тарих ғылымының кандидаттығын қорғауға негіз болған жұмысын түрменің қабырғасында отырып жазып шықты. Бұл енді тарихта сирек кездесетін жағдайлардың бірі, бірақ жазушы өміріндегі елеулі ғылыми бір белестердің бірі деп айтсақ қателеспейміз. Енді 1944 жылы тағы да тұтқындалады, сөйтіп 10 жылға лагерьге айдалады. Сол кездегі мерзімін бір бөлігін Қазақстанда, Алтайда және Сібірде өтеп өтті. 1956 жылы ақталды және Эрмитажда жұмыс істеді. Осы 1956 жылы ақталғанына кішкене тоқталып өтсек, 1953 жылы Сталин өмірден өтті. Осы Сталиндің өмірден өтуі ғылымдағы, саясаттағы, әдебиеттегі, мәдениеттегі талай адамдардың өміріне әсер етті. Сол әсер еткен тұлғалардың ішінде Лев Гумилев та бар. Мынау 56 жылы қоғамда пайда болған салыстырмалы түрде еркіндік кезінде Лев Гумилев бостандыққа шығады. Міне өміріндегі ең соңғы тұтқындалуы және ақталуы, біздің кейіпкеріміздің ақталуы осы 56 жылға сәйкес келіп отыр. 1961 жылы түрмеден шыққаннан кейін 5 жылдан кейін тарих ғылым докторлық диссертациясын қорғады және 1974 жылы географиядан докторлық диссертация қорғады. Енді жалпы алған кезде ғалым артында 12 монография, 200-ден астам ғылыми мақала қалдырған. Енді 200-ден астам ғылыми мақала, бұл мақалалардың барлығы қазір ғылым жолында жүрген адамдардың өте көп қолданатын, сілтеме жасайтын еңбектері. Енді мынандай ғалымдар да көп, артына қалдырған мұралар көп болғанмен, ғылыми ортада беделді болып есептелмейді, олардың жұмыстары қаралмайды, сілтеме жасалмайды. Ал Гумилевте олай емес. Осы біз атап өткен еңбектерінің көбісі жалпы әлемдік тарихта, әлемдік тарих ғылымда өте көп сілтеме жасалатын еңбектердің қатарында. Енді осы ғылым жолындағы серіктестерінің бірі Дмитрий Лихачевтың мына бір пікіріне тоқталып өтсек, Гумилев туралы. Лев Гумилевтің еңбектері тек тарихшының ғана емес, ақынның еңбектері. Оның пассионарлық теориясы тек қана тарих емес, тарихтың поэзиясы дейді. Мынау Лев Гумилевтің өмірбаянын жазған, Лев Гумилевқа қатысты пікір білдірген ғалымдардың атап өтетін бір ерекшелігі бар. Ол автор өте күрделі тарихтағы әлемдік деңгейдегі үлкен мәселелерді қозғап отырған еңбектер өте қарапайым тілмен жазылғандығын тілге тиек етеді. Бұған әрине оның жаңағы поэзияға қатысылығы себеп деп есептейміз. Кейбір авторлар, соның ішіне мысалға мынау Лихачев та бар. Бұл кісілер айтады, Лев Гумилевтің еңбектерін оқып жатқан кезде кәдімгі бір тарихи шығарма оқып отқаннан да еліктіріп, қызықтырып тұратын сондай бір өте тартымды оқылатындығын тілге тиек етеді. Одан кейін мынау 5 жасында Лев Гумилевтің өміріндегі бір елеулі сәтке эпизодқа тоқталғымыз келіп отыр. 5 жасында әкесі готтардың Италияны жаулап алуына қатысты тарих туралы бір кітапты сыйлайды баласына. 5 жасар Лев Гумилевқа. Сонда әжесі айтты, ондай күрделі кітапты немереме не үшін бересің? Ол оны түсінбейді ғой деген кезде, әкем айтты дейді, жоқ мама, ол түсінеді деп жауап берді дейді. Лев Гумилев өзінің бір естелігінде айтады, мен ол кітаптарды тек қана түсінген жоқпын дейді, мен ол кітапты сөзбе-сөз жаттап алдым дейді. 5 жасар бала. Бұл жерде ғалымның шынында да жаратылысына мынау фактілерге, хронологияларға келген кезде өте бір сарабдал, өте бір сергек екендігін байқауға болады. 5 жасында жаңағы готтардың Италияны жаулап алуына байланысты аса күрделі тарихи кітапты толық жаттап алғандығын айтады. 7-8 жасында әлемдік тарихқа қатысты өте күрделі кітаптарды оқыған Лев Гумилев сол оқыған кітаптардың көбісін жатқа білетін болған. Және мынау лекциясын тыңдап отқан студенттердің естелігін қарадық. Сонда естеліктерде студенттер айтады, біз Лев Николаевич Гумилев тыңдап отырған кезде
оның айтатын мынау фактілерін естіп отқан кезде біз қайран қалатын едік. Осынша мәліметтерді қалай жаттау мүмкін адамның деп өте қатты таңғалысқа түсетін едік деп студенттер еске алады. Жаңа біз айтып өттік, тарихшы өзінің өмір жолында 27 рет маусымдық экспедицияларға қатысқан айттық. Соның ішінде ең ұзақ экспедицияға 1932 жылы қатысты. Экспедиция Тәжікстанға бағытталған экспедиция еді, және 11 айға созылды. Экспедицияға дайындықты Ферсманның басқаруындағы ғылыми кеңес жүзеге асырды. Кеңестің құрамында әлемдік деңгейдегі ғалымдар болды. Құрамында 700 адам, 97 ғылыми қызметкер болған бұл экспедиция ғалымның өмірінде өте елеулі орын алады. Және осы сапарында Лев Гумилев тәжік тілін меңгерген. Өзі естелігінде айтады, ғалым мен үстіме кәдімгі қарапайым тәжіктің ұлттық киімдерін киіп алып, басыма жағы шәлі немесе сәлден орап алып, сол тәжіктің жер жыртып жүрген, жер аударып жүрген еңбеккерлерімен етене араластым. Және 11 айдың ішінде тәжік тілін меңгеріп алдым дейді. Және осы тәжік тілі арқылы автор кейін парсы тілін терең меңгерген. Және парсы тіл меңгеру бұл кісінің өмірінде өте үлкен рөл атқарды. Өйткені парсы тілінде жазған қолжазбалармен тікелей танысуға, түпнұсқадан танысуға ғалымға мүмкіндік берген осы ерекшелік. Міне, ғалымдардың өмірінде осындай бір қызықты эпизодтар болады. Өміріндегі бір қарағанда кездейсоқ сияқты көрінетін бір эпизодтар кейін олардың ғылым жолына кәдімгі жанып тұрған бір шырақ сияқты еңбек етеді. Енді Лев Гумилев әрине бірден осы деңгейге шыға салған жоқ, әлемдік деңгейге көтеріле салған жоқ. Оның ұстаздары болды, әлемдік деңгейде ғалымдар болды. Соның біреуі египеттанушы Струвен мысалға айтуға болады, немесе көне дәуір зерттеушісі Лурен атап өтсек болады, және Қытай танушы Кюнер. Кюнердің тарихшының өміріндегі рөлі өте үлкен болған. Бағана біз дәрісіміздің басында айтып өттік. Лев Гумилев түрме кітапханасына кітаптармен толық танысты, және сырттан да кітаптар алып отырды дедік қой. Сол сырттан керек кітаптарды ұқыптылықпен жолдап отырған адамдардың бірі осы Кюнер болатын. Оны жаңағы Гумилев өзінің өмірбаянында құрметпен еске алады. Сол жақсылығын мен өлгенше ұмытқан жоқпын деп айтады автор. Одан кейін тарихшы Александр Якубовский немесе жаңа тарих бойынша Евгений Тарленің тәлімін алды. Мына жерде Лев Гумилевтің бір цитата оқығым келіп отыр. Гумилев айтады, профессор Артон маған үлкен жақсылық жасады дейді. Түрмеден шыққаннан кейінгі кезең бұл. Қандай жақсылық десеңіз, кітапханада отырып оқуға, ізденуге және жазуға мүмкіндік берді дейді. Расында да ғылымды шын сүйетін адам үшін бұдан үлкен жақсылықтың керегі жоқ. Кітапханада отырып кітап оқуға және жазуға мүмкіндік берген профессор Артамоновқа өмір бойы қарыздарым деп рахметін айтып отыр. Расында да ғалымға бұдан артық не керек дейсіз. Енді мынау қазір сіздер презентацияның осы беттерінде Лев Гумилевтің тарихшы ретінде, тұлға ретінде, әлемдік деңгейдегі тарихшы ретінде қалыптасуына ықпал еткен өте ірі әлемдік деңгейдегі ғалымдардың суреттерін көріп отырсыздар. Енді мынау осы дәрістің барысында білімді мыңды жығады деген қазақтың сөзі еске түсіп отыр. Докторлық диссертацияны қорғау кезінде бұл кісі кәдімгідей айтарлықтай, кешіресіздер, кандидаттық диссертацияны қорғау кезінде айтарлықтай кедергі жолыққан. Көне түркілердің тарихын түгелдеген тарихшының диссертациясын қорғаған негізі ғылым академиясының Шығыстану институты қаламаған. Қаламағаны мынадан ақ көрінуге болады. Александр Бернштам деген ғалымды аттай қалап алдырып, Гумилевке қарсы салған. Және Бернштамға жүктелген міндет ғалымды ғылыми кеңестің алдында әшкерлеп, диссертациясын жоққа шығару жүктелген. Және ол Бернштам Гумилевқа оның диссертациясына 16 мәселе бойынша қарсы пікір айтқан. Енді дәл осы кандидаттық диссертация қорғау кезіндегі автордың естелігін Лев Гумилевқа арналып шыққан энциклопедиядан оқып бергім келіп отыр. Цитата ретінде ғалым айтады: кандидаттық диссертация қорғауға барар кезде үйдегі қалған құтқаның бәрін жедім. Үйде бір үзім нан қалған жоқ дейді. Соны неге жеді десеңіз, мен аштықтан талып қалудан қорқтым дейді. Жағдай өте нашар болған, қарны аш болған, былайша айтқан кезде. Сонда үйдегі қалған, қатқан, бұрыш-бұрыштағы нанның бәрін жеп шықтым дейді. Оны жеген себебім
қорғап тұрған кезде аштықтан әлсіреп құлап қалам ба деп қорықтым дейді. Және жай аш емес, оған жаңағы аш қасқырдай ұмтылған қарсыластары болған, ғылыми оппоненттер болған. Соның біреуі жаңағы өзіміз айтып отқан Бернштам. Автор айтады, маған тағылған 16 айыптың ішіндегі ең үлкендері шығыс тілдерін және марксизмді білмейді деген болды. Мен оған Бернштамға 16 пункт бойынша жауап қайтардым. Соның ішінде оған парсша сөйледім. Ол оған түсінбегендіктен жауап бере алмады дейді. Шығыс тілдерін нашар біледі деген айып тағылған ғой. Сол айып тағылған ғалымға парсы тілінде сөйлеген кезде ол мен не сөйлеп жатқанымды түсінбей қалды дейді. Мысал ретінде түрік жазбаларын келтірдім. Ал Бернштам түркі жазбаларын менен әлдеқайда нашар түсінетін дейді. Онымен қоса оның жұмысындағы логика атауға қайшы цитатаны айттым. Ол ашуланып орнынан тұрып кеткенде мен кітапханадан журналды әкеліп цитатаны тексеріп сұрадым. Нәтижесінде 16 адамның 15-і маған мені қолдап дауыс берді, бір адам ғана қарсы дауыс берді. Бұл мен үшін үлкен жеңіс болды дейді. Міне қазақтың білімді мың жығат деген мақалына керемет дәлел болатын шығар. Сөйтіп Лев Гумилев ізденістің, білімнің, адалдықтың арқасында кандидаттық диссертациясын осылайша өте үлкен ұйымдастырылған қарсылыққа қарамастан абыроймен қорғап шықты. Енді мынау жаңағы ең алғашқы баспалдағы түрменің қабырғасында жазылған еңбек мынау История Хунну деген еңбегі. Бұл еңбек 1954 жылғы 25 наурыздағы өсиетінде аталған, бұл лагерь кітапханасында жазылған, сол жерде басталған кітап. Енді бұл жерден мынандай тұжырым шығаруға болады ғой, кейде осы кітап оқуға, ізденіске байланысты неше түрлі желеулер айтып жатамыз ғой. Жұмыстан қол тимейді, уақыт жоқ, қазір заман өзгеріп кетті деген сияқты. Енді түрменің қабырғасында отырып кандидаттық диссертация жазуға болатын болса, әлемдік деңгейдегі тарихты зерттеуге болатын болса, бостандықта жүрген біздер үшін енді қандай желеу болсын айту орынсыз деп ойлаймыз. Ендігі өте ірі еңбектің бірі біз тоқталатын ол көне түріктер. Енді древний тюрки деп аталады түпнұсқада. Енді қазақ тіліне кейде ежелгі түркілер, көне түріктер деп аталған. Біз осы атауды қолдана береміз. Енді бұны сараптап қайсы дұрыс бұрыс дегенді біз ғалымдардың еншісіне қалдырамыз. Бұл кітап автор өзі айтады, 1935 жылы 5 желтоқсанда басталған еді дейді. Содан бері ол бірнеше рет қайта өңделіп, толықтырылды. Алайда көне түріктер тарихына байланысты мол материалдың бәрін сақып, барша проблеманы қамти алмады дейді. Сондықтан да зерттеуді жалғастыра беру тілек қана емес, ол қажет іс болып отыр дейді. Енді осы кітаптың алғы сөзінде ұстаздарына тоқталып өтіреді. Менің тамаша жолдастарым Грум Грижемайло, ұстаздарым Кюнер Якубовский Стробелерді өмір бойы есінде сақтаймын дейді. Және реті келіп тұрғанда ұстазым Артамонов, кітап басып шақыруға ұсынған профессор Техвинский, Колесникке, достарым Вознесенский, Альшибайға ризалығымды білдірем дейді. Бұл жерде ғалымның тағы бір осы адамгершілік қасиетін байқауға болады. Ұстаздарын ешқашан ұмытпайды. Осындай мынау егер жаңағы тұлғалардың тарихына мән беріп отыратын болсақ, мына Бауыржан Момышұлы бар, Лев Толстой бар, Лев Гумилев бар, немесе Әуезовтер бар. Бұл тұлғалар ешқашан ұстаздарын алғыс айтуды, олардың ғылым жолында сіңірген еңбектерін айтуды ешқашан ұмытпайды. Бұл енді біз үлгі алуға болатын бір үлгілердің, тамаша өрнектердің бірі деп есептейміз. Ал енді бұл кітапты өз ағайындарымыз Кеңес одағының түркітілдес халықтарына арнаймын деп алғы сөз жазады кітапқа автор. Енді осы кітапта қозғалатын жалпы автордың тарих ғылымына қосқан теорияларының бірі ол пассионарлық деп аталады. Осы ұғымға біз кішкене шама шарқымыз жеткенше тоқталып көрейік. Пассионарлық деген не? Енді автордың өз сөзімен тоқталып көрейік. Қарапайым күн кешіп жүрген халықтың рухы көтеріліп, арасынан күтпеген жерден ірі тұлғалар шығады. Олар адамзат тарихына айтарлықтай ықпал жасайды дейді автор. Осындай тұлғалардың себебінен халық оянады. Сол ірі тұлғаларды шабыттандыратын әйелдер шығады. Олар азаматтарын ерлікке, өрлікке шақырады, шабыттандырады дейді. Гумилев белгілі бір халықтың рухы көтерілу құбылысын табиғаттағы өзгерістермен байланыстыра қарайды. Енді осы теориясын қиял ғажайып ертегілер деп менсінбей мұрын шүйірі қарайтын ғалымдар да болды. Әлі күнге шейін өте бір даулы теориялардың бірі болып есептеледі, бірақ дегенмен ғалымның осы ұсынған теориясы
ғылымдағы өте популярный ұғымдардың, теориялардың бірі деп айтсақ қателеспейміз. Мен мынау пассионарлық ұғым деген зерттеп жатқан кезде мынандай бір қызық жайтқа тап болдым. Бұл кісінің осы халықтың ерекше бір көтерілетін кезі болады, оның ішінен бір ірі тұлғалар шығатын кезі болады деген ойымен үндес Ахмет Байтұрсынның әдебиеттанушы деген кітабынан бір цитата тауып алдым да. Енді екі автордың ойы соншалықты бірімен байланысып тұрғанына таң қалдым өз басым. Енді нақты оқып көрейік. Ахмет Байтұрсын айтады: жырлар халықтың рухы нағыз көтерілген шақта шыққандығын байқаймыз дейді. Ошақ басы, үй ішінің қамы сияқты өмірдің ұзақ мақсат жағымен азаматтар есептеспей, ұлы мақсат, ұлы мұратпен болып, жұрт үшін, көп үшін құрбан қылмайтын нәрсесі болмаған көреміз. Жұртта жоқ рухты ақын өзінен шығарып айта алмайды. Ақын сөзіне жұрт рухының сәулесі түспей тұрмайды дейді. Міне автор бұл жерде мына батырлар жырын тілге тиек етіп отыр. Батырлар жыры дейді, халықтың рухы ерекше көтерілген кезде шыққан дейді. Мысалы, Қобыланды батырды айтады. Мысалы, Қобыланды батыр былайша бір қараған кезде төрттілігі сай, жылқы дейсің ба, қой дейсің ба, бүкіл дүниесі бар, құртқа деген ару жары бар, бірақ соның бәріне қарамастан, мына ноғайлы жұрттың басына күн туған кезде елдің ісі үшін сейілдің ұлы Қараманмен жаңағы жұртты қорғауға аттанып кетеді. Мынау бұл жерде жаңағы Лев Гумилев айтып отырған пассионарлық теорияға қатты келеді. Немесе мынау Жүсіпбек Аймауытұлының 1926 жылы Мәскеу қаласында жарыққа шыққан жан жүйесі және өнер таңдау деген кітабында дәл осы пассионарлыққа келетін, осы теорияға қатты ұқсайтын онда бір цитатаны байқадым. Қоғам әрбір адамға сүрең береді, ал әрбір жеке адам өз тұсынан қоғамға да ықпал береді. Бірақ кім болса сол ықпал бере алмайды дейді Жүсіпбек Аймауытұлы. Біреудікі аз, біреудікі көп. Ірі адамдардың әрқайсысы өз заманының ағымына зор ықпал еткенінде дау жоқ дейді. Міне осындай. Енді пассионарлық теория дегенге бір өте қарапайым түсінік беретін болсақ, кез келген ұлттың кәдімгі бірте-бірте оянатын кез болады, қатты көтеріліп дамитын кез болады, тіпті бүкіл әлемге ықпал ететін кез болады. Осы өзгерістерді Лев Гумилев түрме қабырғаларында жатқан кезде ойланып, осы теорияны сол жерде ойлап тапқан. Және жаңағы түрмеде өзінің жаңағы эврика деп айқайлап, осы пассионарлық теориясын алғаш рет ойлап тапқан бір ерекше бір тебіреніспен еске алады автор. Енді пассионарлық тұлғалар біздің тарихымызда да бар. Жаңағы айтып отқан Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов немесе Абай Құнанбайұлы осы пассионарлық тұлғалар деуге толық келетін адамдар. Бұл тұлғалардың бәрі қазақ қоғамына, қазақтың ойлау жүйесіне реформа жасаған тұлғалар, өте ірі тұлғалар. Міне пассионарлық дегеннің негізгі мәнісі қарапайым тілде айтқанда осы. Және ғалымның зерттеулеріндегі ерекше мән беретін тұс, әдетте мынау кеңес дәуірінде де жалпы әлемде мынау Европа центризм деген түсінік бар ғой. Бүкіл өркениеттің бәрі, бүкіл ғылыми жетістіктің бәрі батыстан шықты. Көне Рим өркениетінен шықты, содан тарады деген бір түсінік бар. Лев Гумилев осыған түбегейлі қарсы болған. Евразия кеңістігін мекендеген көшпенділердің әлем тарихына жасаған ықпалы өте үлкен болғандығын автор ғылыми негізде дәлелдеп береді. Оның ішінде біздің бабаларымыз да бар. Демек, Европа центристік көзқарасқа түбегейлі қарсы болған. Және осы қарсы болған үшін де автордың еңбектері кеңес дәуірінде түрмеден шыққан екенінде айтарлықтай кедергілер де болған. Ол көшпенділердің әлемдік тарихқа жасаған ықпалын ғылыми негізде дәлелдеп берген бірегей ғалымдардың бірі. Және тағы да осы еңбектердің бәрін өте қарапайым тілмен жазғанына тоқталып өтеміз. Бұны неге екінші рет қайталап отырмыз? Сіздер де осы кісінің жаңағы бір қарағанда өте күрделі болып келетін еңбектермен танысып көріңіздер. Ол жаңағы тек қана ғалымдар емес, кәдімгі қарапайым оқырмандар да ықыласпен оқыса түсінетін еңбектер деп айтуға болады. Енді осы жерде бір кішкене бір сәтке тоқталып өткіміз келеді. Ол Лев Гумилевтің анасы Анна Ахматовамен арада болған қарым-қатынасы. Бұл қарым-қатынас өте күрделі қарым-қатынас. Екеуі де, біреуі әлем әдебиетінің өкілі болса, біреуі әлемдік тарихтың ірі тұлғасы. Анасы мен екеуінің арасындағы қарым-қатынас өте күрделі болған. Және
оқып отқан кезде кейде жүрек ауыртатын тұстары да бар осы қарым қатынаста. Мынау жаңағы өзінің алғаш рет түрмеден шыққандағы кезін еске алады. Мәскеуге келген кезде Анна Андреева Ахматованы күтпеген жерден кездестірді. Гумилев өмірбаянында былай дейді: мен өзіме мүлде бейтаныс адамды көрдім, ол мен суық қарсы алып салқын сәлемдесті дейді. Міне осындай жағдай болған. Енді бұл жерде біз жаңағы анасын кінәлаудан аулақпыз, бірақ дегенмен баласы мен анасының арасындағы қарым қатынас осындай өте күрделі, және өмірдің әр кезеңдерінде осындай әртүрлі өзгерістерге түсіп отырған күрделі қарым қатынастардың бірі болған. Және анасы Ахматова баласы Лев Гумилевтің тарихпен айналысқанына негізі түбегейлі қарсы болған екен. Өзі жаңағы поэзияның өкілі болғандықтан, баласының бойындағы дарынды байқағандықтан, негізі баласының ақын болғанын қалаған екен. Және сол тарихи кітаптарды сұраған кезде кейде түрмеге кейбір кітаптарды жібермей қойғанда автор өзінің естеліктерінде атап өтеді. Енді мынау жаңағы автордың қаламынан туған өте іргелі еңбектердің бірі Древний Тюркий деген кітап. Бұл кітапта жаңағы Евразия кеңістігін мекендеген ежелгі түркі тайпаларының тарихы жан-жақты зерттеледі. Олардың дүниетанымы, көзқарасы, әлемдік тарихқа тигізген ықпалы, және батыс пен шығыстың арасындағы байланыстырушы қызметіне өте үлкен тоқталады. Бұл кітабы негізі бұл кітап автордың докторлық диссертациясы. Көне түріктер, ежелгі және осы орта ғасырдағы Орта Азияның тарихы деген докторлық диссертациясы. Кейін бұл диссертация Древний Тюркий деген атпен басылып шықты. Міне осы бұл кітабының шығуында өзінің тарихы бар. Алғаш кезде жаңа шығуына, жарыққа шығуына қарсы адамдар өте көп болған, бірақ кейін сол кездегі бір саяси жағдайлар өте ыңғайлы болып жарыққа шықты. Және қазір тарихтағы өте іргелі, күрделі еңбектердің бірі болып есептеледі. Енді бұл кітапта Древний Тюркий кітабында түркілердің тарихы тұтас Евразия тарихының мәнмәтінде берілген. Византиядан Кореяға, Байкалдан Тибет, Сычуанға дейінгі осыны алып аймақта өткен тарихи оқиғаларды ғылыми негізде береді автор. Автор кітапта түркілердің мәңгілік елі ұзын найза мен өткір қылыштың жүзімен құрылғанын, оның әскери күшімен біріккенін көрсетеді деп жаңағы тарихшылардың бірі еске алады. 1976-1989 жылдар аралығында оның еңбектері жариялануға қатты шектеу қойылған. Бірақ кейін қайта құру кезеңінде бұл кісінің еңбектеріне жол ашылды. Міне осы қайта құру кезеңінде былайша айтқан кезде автордың шығармалары екінші рет дүниеге келді деп айтсақ қателеспейміз. Енді түйін сөз ретінде, сөздің соңында бүгінгі әңгіменің түйін ретінде мыналарды айтқымыз келеді. Сөз жоқ, Лев Гумилев 20 ғасырдағы тағдыры тағылымға толы аса ірі һәм көрнекті ғалымдардың бірегейі. Ол ғылымға, ғылым жолына адал болды. Сол адалдықтың салмағында бір кісідей көрді, сезінді. Ол Евразия кеңістігін мекендеген халықтардың әлем тарихындағы орнын, әлем тарихына тигізген орасан зор ықпалын ғылыми тұрғыдан негіздеп берді. Лев Гумилев еңбектерінде өзекті мәселелерді қамтыған тың ойлар, өткір де тапқыр тұжырымдар, тосын идеялар өте көп. Олардың арасындағы баға жетпес құнды ойлардың бірі, теориялардың бірі ол евразиялық теория. Міне бүгін сіздерге айтамыз деген ойымыз осы еді. Егер бүгінгі біздің дәрісіміз сіздердің Лев Гумилевтің еңбектеріне, оның шығармашылық жолына үңілуіне кішкентай болсын ықпал тигізетін болса, онда біздің дәрісіміздің мақсатқа жеткен деп есептейміз. Енді осы айтылған әңгімелерге қатысты ойлар, пікірлер, сұрақтар болса, кішкене тоқталып өтуге, жауап беруге бізде мүмкіндік бар. Жалпы біздің шабыт рухани танымдық бағдарламасында жасап жатқан дәрістеріміз осы ұстаздар қауымына, негізінен мұғалімдерге арналып отыр. Осы
соларға байланысты дәрістер сериясын бұдан кейін де жалғастырамыз. Келесі айда да қазақтың тарихына, қазақтың ғылыми ойлау жүйесіне өте үлкен еңбек сіңірген авторлардың біріне тоқталамыз. Қатысыңыздар, көріңіздер, біз айтқан идеяларды сабақта дамытыңыздар, қолданыңыздар дегіміз келеді. Осы жерден дәрісімізді тәмамдаймыз онда.